Андрес Иньеста Барселонаға оралғысы келетінін айтты. Барселонаның президенті Мессиге арналып ескерткіш орнатылатынын мәлімдеді. Пауло Дибала Катардағы өтетін әлем чемпионатына қатыса алмай қалуы мүмкін. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Ливерпульдің колумбиялық шабуылшысы Луис Диас жарақатқа байланысты ұзақ мерзімге Катардан шығып қалды, деп хабарлайды The Telegraph баспасы. Ақпараттар бойынша футболшыда тізесінің зақымдануы анықталған. Айта кетсек, ойыншы бұл жарақатты өткендегі Арсеналмен болған матчта алған болатын. Осыған байланысты Луис Диас шамамен желтоқсан айына дейін ешқандай ойындарға қатыса алмайды. Осы маусымда 25 жасар ойыншы Ливерпуль сапында 12 ойынға қатысып 4 гол және 3 голдық пасты еншіледі. Оның Мерсисайдта клубпен келісім мерзімі 2027 жылдың жазына дейін негізделген. Манчестер Юнайтедтің қақпашысы Давид Де Геа ағылшындық клубтың сапында қала бергісі келетінін білдірді. Мен командаға көмектесу үшін қолымнан келгенше барымды саламын. Манчестерде тағы да бірнеше жылдарды өткізуді қалар едім. Дегенмен алдағы болашақта не болатынын көре жатармыз. Мен шынымен де осы жерде бақыттымын, деп жеткізген екен Де Геа гол баспасына берген сұхбатында. Айта кетсек, 31 жастағы испаниялық голкиперді Манчестер Юнайтедпен келісім мерзімі осы маусымның соңына дейін негізделген. Романың аргентиналық шабуылшысы Пауло Дибала Катардағы өтетін әлем чемпионатына жарақатына байланысты қатыса алмай қалуы мүмкін. Футболшы сол жақ санының бұлшықетін жарақаттап алған. Sky Sport Италия баспасының мәліметіне сүйенсе, емделіп қалпына келуі үшін шамамен 4 пен 8 апта аралығындағы уақыт кетеді. Осы маусымда Рома сапында 11 ойынға қатысқан Дибала 7 гол және 2 нәтижелі пасты еншіледі. Ол Аргентина құрамасында 2015 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Барселонаның президенті Жоан Лапорта команданың бұрынғы футболшысы Лионель Мессидің құрметіне орай ескерткіш салынатынын мәлімдеді. Біз Камп Ноудың маңына Мессиге арнап ескерткіш орнатамыз. Барлығымен осылай келісіп қойдық, деген екен Лапорта гол баспасына берген интервьюінде. 35 жастағы Месси Каталонда клубтың түлегі болып табылады. Ол Барса сапында 2005 және 2021 жылдар аралығында өнер көрсетіп, командамен бірге жалпы 35 жүлдені жеңіп алды. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендеріміз назарларыңызда. Өнер көрсеткен командалары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Челсидің жартылай қорғаушысы Жоржиньо Барселона ойыншы сатануы мүмкін. Итальяндық ойыншының агенті Каталонда клубпен келіссөздер жүргізуде. Осы жайында Tutto Mercato веб баспасы мәлімдеуде. Жоржиньоның Челси клубымен келісім шарты 2023 жылдың жаз айында мәресіне жетеді. Егер ол Лондондық клубпен келісімін ұзартпайтын болса, онда келесі жазда Барселона сапына еркін агент ретінде ауысуы мүмкін. Qatar Sports Investments компаниясы, яғни PSG клубының басшылары ресми түрде Брага футбол командасының 21,67% акциясын 80 миллион еуроға сатып алды. Жаңа акционерлер Брага клубын Португалиядағы ең үздік командалардың қатарына қосуды көздейді. Қазақстан ұлттық құрамасы Өзбекстанға қарсы жолдастық кездесу өткізетін болады. Матч 16 қараша күні Ташкентте болады деп жоспарланған. Осыған дейін Қазақстан мен Өзбекстан құрамалары 6 рет кездесіп көрген. Соның екеуінде Өзбекстан жеңіп, біреуінде біздің құрамамыз басым төсіп, 3 ойында тең нәтиже тіркелген екен.
Мадридтік Атлетико клубының баспасөз қызметі француздық шабуылшы Антуан Гризманды Барселонадан ресми түрде сатып алғандарын жариялады. Мадридтік клуб футболшы үшін 20 миллион еуроны төлеген. Және бұл сома бонустарға байланысты тағы да 4 миллион еуроға дейін еселенуі мүмкін. Гризман Атлетикомен 2026 жылдың жазына дейінгі келісімшартқа отырды. Астон Вилланың жаттықтырушысы Стивен Джерард жақын арада қызметінен босатылуы мүмкін, деп хабарлайды Daily Mail баспасы. Ақпараттарға сәйкес алдағы ағылшын чемпионатының 10-шы туры аясындағы Ноттингем Форестпен болатын ойын біраз нәрсені шешуі мүмкін. Стивен Джерардтың орнын Вильяреалдың бапкері Унай Эмери алмастыруы ықтимал. Астон Вилла клубы АПЛ-дың қазіргі турнирлік кестесінде 16-шы орында келеді. 42 жастағы Джерард команданы 2021 жылдан бері жаттықтыруда. Жапониялық Виссел Кобе командасының жартылай қорғаушысы Андрес Иньеста Барселонаға оралғысы келетінін айтып жеткізді. Мен Жапонияда әлі 1 жыл боламын, ал әрі қарай көре жатармыз. Мен Барсаға қуана-қуана қайтып оралар едім. Ол менің үйім. Бірақ мен жаттықтырушы боламын ба? Спорт директор боламын ба? Әлде басқа нәрсемен айналысам ба? Оны әзірге білмеймін. Қандай жағдай болмасын, мен жаттыға беруге тиіспін. Дәл қазіргі сәтте мен ойыншы болып өнер көрсете беруді ойлаймын. Деген екен Иньеста La Gazzetta dello Sport баспасына берген интервьюінде. Милан клубы Манчестер Ситидің нидерландиялық қорғаушысы Натан Акиге қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде Футбол Италия баспасы. Ақпараттарға сәйкес итальянда клуб футболшыны алдағы қысқы трансферлік терезеде өз саптарына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Өткен жазда бұл ойыншыны Челси сатып алмақ болған еді, алайда трансфер сәтті жүзеге аса қоймады. Натан Акинің Ситилік клубпен келісім шарты 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Челсидің габондық шабуылшысы Пьер-Эмерик Обамейянг Арсеналдың бас бапкері Микель Артетаны сынға алды. Хавидің маған қалай қоңырау шалғаны әлі есімде. Ол маған Арсеналдағы менің мәселелерім бар екенін білетінін айтты. Ол менің Барселонаға көмектесе алатыныма сенетінін айтты. Сол себепті де мен Барсаға ауысуға келістім. Артетаға келетін болса, ол ұлы футболшыларды басқара алмайды. Ол ірі тұлғалы ойыншылармен жұмыс жасай алмайды. Оған ештеңе айтпай, жай ғана айтқанын тыңдай беретін жас ойыншылар керек, деген екен Обамейянг Daily Mailге берген сұхбатында. Еске салып өтсек, Обамейянг 2022 жылдың қаңтар айында Арсенал сапынан Артетамен болған келіспеушіліктен кейін кеткен болатын. Реалдың жартылай қорғаушысы Марко Асенсио Барселона сапына ауысқысы келмейді. Осы жайында AS баспасы хабарлауда. Деректерге сүйенсек, футболшы патшалық клубтың сапында қалуға мүдделі, және ол негізгі құрам үшін бақталасуға дайын. Айта кетсек, ойыншының клубпен келісім мерзімі келесі жазда мәресіне жетеді. Клуб басшылары оған жаңа келісім шартты ұсынар емес. Асенсио Реал сапында қалғысы келетіндіктен біршама басқа клубтардың ұсыныстарынан бас тартқан. Осы маусымда Асенсио 7 матчқа қатысып, 1 голды соғып көзге түсті. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.